Армысыздар көрермен, эфирде Бағыт, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Бүгін біздің студияда қонақта академик Букетов атындағы Қарағанды университетінің аға оқытушысы, тарихшы, зерттеуші Әділет Жағыпар. Әділет Бауыржанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді білеміз, биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толып отыр. Жалпы мерейтой жоғары деңгейде аталып өтілуде ме, біздің өңірде қандай маңызды іс-шараларға тоқталып кетер едіңіз? Армысыздар, қош көрдік. Өте өзекті сұрақ қойып отырсыз. Енді өздеріңіз біліп отырсыздар, биыл 2022 жыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Бұл тек қана біздің еліміз ғана емес, әлемдік деңгейде ЮНЕСКО көлемінде тойланып отыр. Соның ішінде біздің өзіміз қазақ елінде Ахмет Байтұрсынұлына арналған іргелі әртүрлі жерлерде ғылыми мәселелер болсын, немесе әртүрлі істер атқарылып жатыр елімізде. Әрине, 5 қыркүйекте өздеріңіз білесіздер, ел президенті сол Қостанайға барып, Торғай даласында туған жеріне барады деп күтілді. Әрине, мынандай бір өрттің жағдайлары әсер етіп, әртүрлі жағдайлар кедергі келтіріп, той кейінге шегерілген болатын. Ал енді біздің облысымызға келетін болсақ, біз академик Евгений Арыстанұлы Букетов атындағы Қарағанды университетінің ғалымдары, оның ішінде тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы және жасалаш ғылыми зерттеу клубының мүшелері осы биылғы жылы 21 мамырда осы Қарқаралыға тарихи танымдық сапарға барған болатынбыз. Тарихи танымдық сапарымыз біздегі Қарқаралы ұлттық демократиялық қозғалыстың бесігі атты аталды. Ол жерде енді біз ұлт ұстазының әр кезеңі, ол кісінің әр өмір сүрген жылы біз үшін біздің ең маңызды және өзекті болып табылады. Сондықтан біз осы Ахмет Байтұрсынұлының осы Қарқаралыға барып келгеннен кейінгі осы Қарқаралы кезеңіне қатысты кейбір мәселелері туындады. Оның ішінде біз осы Қарқаралыға барған кезімізде Қарқаралыдан басында музейінде, енді Қарқаралыда өздеріңіз білесіздер, Қарқаралыда болған, одан кейін Ақтерекке байланысты қазіргі таңда көбі осы биыл қандай Ахмет Байтұрсынұлына байланысты іс-шаралар болып отыр, барлығы осы Қарқаралыда Ақтеректен енді бастау алып жатыр десек те болады, айтуымызға болады. Барлық кісілер, осы қонақтар болсын, кімді болсын, осы Ақтерекке апарып жатыр. Сол Ақтерек мектебі қазіргі таңда енді мектеп, сол мектептің қандай Ахмет Байтұрсынұлына қатысы бар деген сияқты сұрақтар сол сапарда бізде туындады. Сол үшін біз Ахметті зерттеген, Ахмет турасында жазған ғалымдардың еңбектеріне сүйенуімізге тура келеді. Сол кезеңдерде ең бірінші Ахмет Байтұрсынұлы өзінің телегей теңіз дарыны арқасында өзі көзі тірісінде ақ оны Алаш қозғалысының рухани көсемі болды және солай таныды. Өйткені өзінің замандастары, шәкірттері оның өмірі мен шығармашылығы турасында көптеген мұра қалдырып кетті бізге. Енді осы Қарқаралы кезеңіне қатысты ең алғашқылардың бірі болып жазған ол Самойлович болатын өзінде. Ол өзінің мақаласында деп айтады. 1891 жылы Орынборда қазақ мұғалімдер мектебіне түсіп, Ахмет Байтұрсынұлын айтып отыр. 1995 жылы бітіргеннен кейін оқытушылықпен айналысты дейді. Төңкеріс алдында 1905 жылы төңкерістік қозғалыстарға қатысады дейді. Төңкерісшіл қазақ бұқарасында 1905 жылдан жетекшілік жасайды. Қозғалыс кезеңіне жасырын ұйымдарда өз жұмыстарын жалғастырады. Оны Семейдің түрмесіне жабады, ал 1910 жылы 2 жылға қазақ-қырғыз аймақтарына тұруға тыйым салынып, жер аударады деп айтып өткен екен. Сонда қарап отырсаңыз, бұл Самойловичтің 1919 жылғы жазған мақаласында осы Ахмет Байтұрсынұлының Қарқаралы кезеңіне қатысты біраз мағлұматтарды біз біледі екенбіз. Ал енді Самойловичтен кейін бұл жердегі мәселе. Мұхтар Әуезов, біздегі заңғар жазушы, ғалым Мұхтар Әуезов жазған болатын. 1896 жылы дейді, Омбыда Ақмола, Семей школдарын басқарып тұрған Алекторовпен хабарласып Омбыға барған деп жазады. Және осы жерде Алекторовпен танысуының бір ахаңның жолына ашылуына себеп болды деп өзінің білімі, өнер жүзіндегі дамуына септігін тигізді деп осы Мұхтар Әуезов айтып өткен екен. Әрине
Одан омбыдан кейінгі аз уақыт тұрақтаған жері ол Қарқаралы деп міне көп басып айтады Мұхтар Әуезов. Онда 1896 жылдан бастап 1907 жылға дейін тұрған дейді. Қарқаралыда әуелде сыныптық орыс қазақ школында болып, артынан городское училищесінің оқытушысы болған деп атап өтеді. Сонда қарап отырсаңыздар, осы Мұхтар Әуезовтің жазған мақаласы, осы кейінгі барлық осы Ахмет танушы зерттеушілерге азық болды деп біз айта алады екенбіз. Сонда қарап отырсаңыз, барлық мысалға 2003 жылы 5 томдық шығармалар жинағы шықты Ахмет Байтұрсынұлының. Онда және жауапты редакторы белгілі ғалым, елімізге Ахмет танушы ғалым, Алаш танушы ғалым Айгүл Исмақова апамыз. Ол жерде де осы Мұхтар Әуезовтің жазып кеткен деректері бойынша жазылған. Одан 2013 жылы тағы 6 томдығы шықты осы Ахмет Байтұрсынұлының. Ол жерде де осы Қарқаралы кезеңіне байланысты Жақып Ақбаев тұлғасын зерттеп жазған Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамызға сілтеме жасалынады. Әрине, ол жерде Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамыздың зерттеуі бір тұлға арналып Жақып Ақбаевты шығару болған болатын. Сол Жақып Ақбаевты шығару болғандықтан да ол жерде де нақты біз деректер көре алмаймыз Қарқаралыға қатысты. Сондықтан енді біз қандай бұл Қарқаралыда жүрген кезінде қандай кезеңдерді бастан кешірді дейтін болсақ, тағы да біз осы Мұхтар Әуезовке келеді екенбіз негізінен. Тағы да Мұхтар Әуезовке келеміз. Өздеріңіз қазіргі таңда осы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығында көз қарақты оқырман біледі. Осындай қош сау бол, Қарқаралы жуылмаған, айдай бер, қалса адамың қуылмаған деген Ахмет Байтұрсынұлының өлеңі бар екендігін біз білеміз. Бұл өлең қайдан шықты деген кезде тағы да осы Ахмет Байтұрсынұлы осы доностың арқасында Қарқаралы қаласында 6 жолдасыменен абақтыға салған деп Мұхтар Әуезов айтады. 12 жыл өмірін өткізіп, еңбегі жанбай айдалып бара жатқан кезде ахаңның қайғылы көңілінен шыққан, жаңағы біз айтқан ауыр сөздің бірі осы өлең деп Мұхтар Әуезов айтып отыр екен. Сонда қарап отырсаңыз, бұл жердегі Қарқаралыға енді Қарқаралыға қашан келді деген бізге ой туады бұл жерде. Қашан келді? 1896 жылдан 1907 жылдар аралығында Мұхтар Әуезов айтқандай сол жылдар аралығында тұрды ма Қарқаралыда? Әлде Ахмет Байтұрсынұлы осы Қарқаралы кезеңінде басқа уақыттарда келді ма деген кезеңдерде ары қарай осы Ахмет тануға өзінің белгілі үлесін қосып жүрген Алмасбек Әбсадықтың ойларымен бөліскіміз келіп отыр. Осы жерде жаңадан табылған архив мұрағаттары бойынша Алмасбек Әбсадық, ғалым Ахмет танушы, ол кісі өзі 1904 жылы, осы 4 жылы келген деп айтады Қарқаралыға. 1904 жылы келген. Бұл Қарқаралыға келуінің де себебі осы жерде, бұл Қарқаралыда, осы кезеңде Қарқаралыда училищенің ашылуына байланысты болған екен негізінен қарап отырсаңыздар. Сонда училищенің ашылуына байланысты мысалға осы өлкетанушы Поповтың еңбектерінде дейді, 1904 жылы осы Қарқаралы жерінде үлкен бір жағымды жаңалық болды деп өзінің мақаласында айтып өтеді. Сонда Семипалатинский листок газетінде осы жерде 2 класты орыс-қырғыз училищесінің ашылғаны баяндалған екен. Сондықтан осы жерде Қарқаралының 2 сыныптық орыс-қазақ училищесіне 112 адам өтініш берген екен. Соның 24 қазанда 1904 жылы ашылған негізінен. 1 қарашада сабақ басталған екен. Міне осы кезде меңгеруші болып Ахмет Байтұрсынұлы тағайындалған екен осы Қарқаралыға. Көрдіңіздер ме? Сонда қарап отырсаңыздар, Қарқаралыға келуінің өзі Қарқаралы 2 сыныптық орыс-қазақ училищесінің ашылуына байланысты Ахмет Байтұрсынұлы Омбыдан арнайы келіп тұр.
Жаңа ғана біз Мұхтар Әуезов айтты ғой, Алекторовпенен кездесті деп, Алекторовпенен кездесті. Өйткені Алекторов сол омбыда барлық осы Ақмола, Семей облыстарын сол кезеңдегі негізінен басқарып отырған болатын. Сондықтан іс жүргізуші болып жұмыс істеп, сол Алекторовтың жанында. Одан кейін осы жерде мені меңгеруші болып осыған келіп отыр екен. Енді сонымен қарайтын болсаңыздар, осы Қарқаралыға келгеннен кейін, Қарқаралыға келгеннен кейін өте үлкен мынау мектептердің салынуына, мектеп ісінің дамуына өте үлкен үлес қосқан екен. Оны біз Юрий Поповтың мақаласынан біледі екенбіз. Мысал қарасаңыздар, сонда осы мектептің ашылған кезде дейді, екі мұғалім болған екен. Біреуі жаңағындай Ахмет Байтұрсынұлы меңгеруші, оның ішінде екі мұғалім, оның ішінде мұғалімнің көмекші Желнин, Ахметқали Аяғанов, Ережев Айманов, Чумакин деген кісілер болған екен. Осы жерде Қарқаралы мешітін білеміз ғой біз. Қарқаралы мешітінің Көмекбай Жәмішевті және осы жердегі священник дейміз ғой, сол Федосия Патрушевті шақырып, осы жерде балаларға осындай әртүрлі таныстырып, өздерінің діни білімдерін арттыруға да осындай келіп, ол кісілер шақырып отырған екен деп айтып өтеді. Сонда қарап отырсаңыз, енді Ахмет Байтұрсынұлы 1904 пенен 1905 жылдарының аралығында қаншама мектеп Қарқаралыда сол кезеңде, қаншама Қарқаралыға қарасты, сол кезеңдегі уезге қарасты көптеген мектептер ашылғандығын біз небәрі бір жылда, бір жылдың ішінде, мысалы қараңыз, 1904 жылы дейді, Дегелең ауылдық мектебі ашылған екен, Қарашоқы деген жерде. Қарап отырсаңыз, онда Демесін Мейірманов өзіне 100 рубльді сол жерде мектепке берген, сыйлық ретінде бергенде, оның құрметті 1904 жылдың 1904 жылы өзі соны мектепті құрметті қараушысы деген атағын алған екен. Қарап отырсаңыз, сонда қазақ байлары, қарап отырсаңыз, екінші тағы да бір айтайын, осы жерде Егіндібұлақ ауыл мектебінің ашылуы. Бұл біз Хасен Ақаевтың енді ашуына септігін тигізгендігін білеміз. Сонда қарасаңыз, бұның барлығы негізінен Ахмет Байтұрсынұлы осыларға бастамашыл болып отыр. Көріп отырсыз ба? Хасен Ақаевтың да, ол да 1904 жылы ашылған екен, оның да құрметті қорғаушысы, құрметті осы мектепті сақтаушысы ретінде өзі Хасен Ақаев болған екен. Осы жерде оқытушы болып Смайыл Байтенов сабақ берген екен. Қарап отырсаңыз, бұл екі ғана мысал. Шұбартау болысында қарап отырсаңыз, одан кейін тағы да басқа да жерлерде осындай 10-15 шақты мектеп ашылған екен. Бір ғана Қарқаралының өзінде. Сонда қарап отырсаңыз, бұл дегеніміз Ахмет Байтұрсынұлының Қарқаралыға келуі сол кезеңдегі қазақ балаларын оқытуға тың серпіліс берді. Бір ғана адам. Сонда қарап отырсаңыз. Ал енді қарап отырсаңыз, 1904-те келгеннен кейін, 1905 жылдардың арасында, сонда өзі Зарқын Тайшыбайдың архив деректерінде айтады. Ахмет Байтұрсынұлына енді доностар жазылды деп біз Мұхтар Әуезовті айтып өттік қой. Сол кезеңдерде архив құжаттарында мақаласында Зарқын Тайшыбай айтып өтеді өзінің. Ахмет Байтұрсынұлы мектептерге келіп, тағы да қандай жұмыстар атқарды деген, саяси тақырыптарда қозғалды ма деген кездерде жауап беруші адам айтқан екен, жоқ, саяси тақырыптар қозғалған жоқ, тек қана мектептің тұрмыс тіршілігі ғана қаралатын. Ахмет Байтұрсынұлы соған бағыт бағдар ғана бізге беретін деп. Өйткені ол Қарқаралының екі сыныптық орыс қазақ училищесінің барлығын меңгерушісі болып тұр ғой. Сондықтан ауылдық мектептердің де ол үстінен қарап тұр. Қазіргі таңда айтқан кезде, енді бір сөзбен айтатын болсақ, аудандық білім бөлімінің басшысы сияқты қызмет қой енді. Мысалға, қазіргі таңмен салыстыра айтатын болсақ, әрине енді ол салыстыруға келмейді. Сонда қарап отырсаңыз, Ахмет Байтұрсынұлы осындай бір белгілі Қарқаралы жерінде өзінің үлесін қалдырып кетті. Қаншама шәкіртті тәрбиеледі сол Қарқаралы жерінде. Ал енді бірақ сол кезеңдегі байлар қарап отырсаңыз, меценаттар, қазіргі тілмен айтатын болсақ, сол байлар, қараңызшы, мысалға Хасен Ақаев, біз айтқан Демесін Мейірмановтар, мысал қарасаңыздар, өздерінің ақшаларын,
өз ақшаларымен. Енді Ахмет Байтұрсынұлында ақша жоқ, қарап отырсаңыз. Тек қана ол бастамашыл. Бастама көтеріп, өзінің идеясын сөзі жүріп тұр ғой. Иә. Енді қарап отырсаңыз, иә, бұның да бұл Қарқаралыға келуінің өзі де бұл Әлихан Бөкейханмен омбыда 1902 жылы танысып, мүмкін осы Қарқаралыға Әлихан Бөкейханмен арнайы осы Қарқаралыға жіберген деп болуы мүмкін. Енді бұны бір жағын архив деректер жоқ. Біз енді жаңағындай болжам ғой енді. Болжам. Алмасбек Әбсадықтың жаңағындай, сосын Сұлтанхан Аққұлының деректерінде осы Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкейхан 1902 жылы осы омбыда кездескен екен, кешіріңіздер, омбыда кездескен екен дейді. Сондықтан да осы жерден 1904 жылы омбыдан осы Қарқаралыға келуі мүмкін деп біз санаймыз. Ал енді өздеріңіз білесіздер, 1905 жылы Қарқаралы петициясы. Бұл Қарқаралы петициясы дегеніміз, Алаш қозғалысының бастауы. Қарқаралы петициясы. Сондықтан бұл жерде осы міне Алаш қозғалысының бастауында тұрған Әлихан Бөкейхан Алталаштың көсемі. Қарасаңыз, саяси көсем Алаш қозғалысының, ал рухани көсемі бұл Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Қарап отырсаңыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да міне 1905 жылы Қарқаралы петициясы жазылды. Енді осы Қарқаралы петициясына да байланысты Зарқын Тайшыбайдың өзі жаңағы Қарқаралы петициясы бірінші патша ағзамға жазылған, одан кейін министрлер кеңесіне жазылған, ішкі істер министріне жазылған деген сияқты 3 петицияны бөліп көрсетеді. Сол 3 петицияның да жазылуына негізгі жаңағы бастамашыл болған осы Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбай сияқты алаш зиялылар болатын. Қарап отырсаңыз. Міне қараңызшы, өзіңіз сол кезеңде Қарқаралы уезі сол кезеңде Қарқаралыда қарап отырсаңыз, бір 30 мыңнан артық адам тұрды дейді. Сол кезеңдердегі санақ бойынша қарап отырсаңыз. Енді соның 16.667 адамы қол қояды сол Қарқаралы петициясында. 26 маусымда жазылған жаңағы министрлер кеңесіне жазылған жаңағы Қарқаралы петициясында. Сонда жазған кезде жарты Қарқаралыдағы жарты жарты халық, мысалы 45% жоқ деген кезде, сонда халықтың 45% сол кісілердің ойын, идеясын қолдап отыр. Көріп отырсыз ба? Сондықтан міне Алаш қозғалысы осы 1904 жылы тағы да Қарқаралы жерінен басталды. Және Қарқаралы жерінде Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы өзінің саяси қадамдарын жасады. Сондықтан да міне біздің Қарқаралы жеріндегі Ахмет Байтұрсынұлының атқарған қызметі Қарқаралы орасан зор жаңағы маңызды болып табылатындығы осыдан. Енді сіздер мерейтой қарсаңында барып отырсыздар ғой Қарқаралыға. Одан кейін жастармен енді кездестіңіздер, иә? Сол жақтағы жастармен. Жалпы қазір біз Ахмет Байтұрсынов туралы жоғары деңгейде насихатталып жатыр ма жастарымызға? Әлде тек осы мерейтой көлемінде ғана айтылады, болды сонымен қала ма? Өте жақсы сұрақ. Қарап отырсаңыз, расымен де бізде осындай бір тенденция бар. Өтірік емес, оны жоққа шығара алмаймыз. Біз тек мерейтой аясында ғана тұлғаны бір жылдың аясында ғана тойлаймыз. Иә, еске түсіріп тойлаймыз да, одан кейінгі жылдары бір сол кісі болмағандай ұмытып кететін жағдайларымыз да болып жатады. Бірақ бізде мысалға біз сияқты зерттеушілер, біздің жаңағындай ғалымдарымыз оны ұмытпайды. Оны өздерінің зерттеу тақырыптарында оны жарыққа шығарып отырады. Бірақ оны қоғамға жеткізу, осындай ол кісілердің идеясын қоғамға жеткізу мәселесінде де бір кемшін тұстар болып жатқан шығар. Мысалға біз жаңағы барған өзіміздің Қарқаралыға 21 мамырда барған тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы, және Жас Алаш ғылыми зерттеу клубы барған кезімізде біз ең бастысы өзіміздің университеттің студент жастарына бардық. Бір автобуста студент жастар, қарап отырсаңыз, филология және тарих факультетінің студенттері барды. Оның ішінде филологияның факультетінің ғалымдары бар, оқытушылары бар, және зерттеушілер бар. Мысалы қарасаңыз, бір топ адам делегация болып бардық мысалға. Сол кезеңдегі Қарқаралыда бізде музейде кездесу болды. Ол кезеңде Қарқаралының өзінің жаңағы зиялы қауымы өкілдері, жаңағы ауданының, одан кейінгі біздің жастар сол кезеңдегі жиналды. Мысалы қарасаңыз, Қарқаралының өзінің қарап отырсаңыз, одан ең бастысы біз Ақтерек ауылына бардық. Ақтерек ауылындағы жаңағы
қазіргі таңда ол жерде мини центр дейміз ғой, балабақша сияқты орталық бар жаңағыдей. Одан кейін мына жағында кітапхана екен. Сол кезеңдегі мынау Ақтерек ауылының балалары бізді қарсы алды. Мынау мектеп балалары, жасөспірім балалар. Біз өзіміздің барып апарған экспозициямызды құрып, Ахмет Байтұрсынға байланысты оларға мәліметтер беріп, жаңағыдей ол турасында Ахметті ұлықтап, өздерін қарасаңыз, балалар мысалға қарасаңыз, Ахмет Байтұрсынның өлеңдерін жатқа айтады. Мысалға, жас кезінен Ахметтің өлеңдерін жаттап өскен бала біз өскен кезде ол азамат жаңағы елін сүйетін, жерін сүйетін азамат болатынына біз сенеміз. Өйткені қазағым елім қайқайып белің, қамауда малың, аш көзіңді оян, қанған жоқ па әлі ұйықтайтын бар несеқің деп оятып кеткен. Мысал қарасаңыз, Ахметтің өлеңдерін жаттап өскен жас ұрпақ ол ешқандай да бір жаманшылық бармайды деп біз ойлаймыз. Және сол кезеңде біз жастардың Ахметке деген сол енді ауылдың жай бір ғана ауылды мысалында айтайық, кішкентай балалар мысалға 3 оқитын, 2 оқитын, 5 оқитын, мысалға 4 оқитын ғана нелер мектеп өзі сол жерде. Сондай балалар ғана, сонда қарап отырсаңыз, кішкентай балалар өзі Ахметтің өлеңдерін жатқа айтып тұр бізге мысалға. Біз қандай зор қуанышта болдық. Сондықтан да осындай мәселелерді біз жаңағы тек қана мерейтой аясында ғана емес, біз жыл сайын осындай жаңағы еске түсіріп, мысалға барып, 5 қыркүйек Ахмет Байтұрсын ұлының туған күні, мысалға Ахмет Байтұрсынның туған күнінде сол кезеңдерде мысалға қарасаңыз, мынау мектептерде енді әртүрлі іс-шаралар өтіп жатады ғой. Енді биылғы мерейтой аясында енді көптеген іс-шаралар өтті. Бірақ біз неге сол 1 қыркүйек пенен 5 қыркүйектің арасында бір 5-ақ күн бар. Қарап отырсаңыз, 5-ақ күн бар. Неге біз 1 қыркүйекте ұлт ұстазы деп атайтын Ахмет Байтұрсынын еске алмаймыз? 1 қыркүйекте. Міне 1 қыркүйекте біздің міне идеологиямыз, қазіргі таңдағы идеологиямыз Алашты тануға, Алашты тану арқылы елін, жерін сүйетін ұрпақты тәрбиелеуге біз әкелуіміз керек қой. Сондықтан да біз неге 1 қыркүйек білім күнінде ұлт ұстазын Ахмет Байтұрсынын неге ұлықтамаймыз? Қарап отырсаңыз. Барлық университеттер болсын, барлық колледждер болсын, барлық білім ошақтарында болсын. Міне жас ұрпақтың санасына Ахмет Байтұрсын ұлы деп біз санасына енгізсек, ұлт ұстазы деп, сонда балалар ойланады ғой, бұл ұлттың ұстазы ретінде бұл не істеді соншама Ахмет? Ұлт ұстазы деп Ахметті біз ұлықтайтындай ол кісі не істеді бұл қазаққа, халқына деп, мысал қарасаңыз. Міне сондықтан да осы мәселені біз қолға алуымыз керек. Тек қана біз 5 қыркүйек қана күні, туған күні ғана бір сағаттар, тәрбие сағаттар немесе сондай өткізу емес. Міне қарап отырсаңыз 1 қыркүйектен бастап елімізде осы мәселе қаралатын болса, ұлт ұстазы ретінде Ахмет Байтұрсынды ұлықталатын болса, міне біз сонда жыл сайын бір білім күні болады ғой 1 қыркүйек. Қарап отырсаңыз, біз сонда жыл сайын Алаш қозғалысының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсын ұлықтаған іс-шараның куәсі боламыз, және жастарымызды Алаш рухында тәрбиелеуге өзіміздің өлшеусіз үлесімізді қосамыз. Енді бұл ұсынысты бір айтып көрдіңіздер ме? Енді министрліктер болсын, жоқ. Әрине, осындай сіздер сияқты мысал қарасаңыздар, бұқаралық ақпарат құралдарында сұхбаттар берсек, осындай кездерде осындай бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану арқылы беріп отырамыз біз негізінен. Оны әлеуметтік желілерге де жариялаймыз, мысал қарасаңыздар. Сондықтан енді өзімнің биылғы мысалға таңда өзім бір бауырымды 1 сыныпқа апарып, сол ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынның бір сөзі айтылмағаннан кейін мысалға арнайы пост жазған болатын, мысалға әлеуметтік желіде қарасаңыз. Көрдіңіз бе? Осы сияқты жай ғана бір мәселе сияқты, бір кішкентай ғана мәселе, бірақ артында қаншама бір идеологиялық мысалға саясат жатыр. Қарап отырсаңыз. Біз үлкен. Сондықтан да осындай мәселелерді біз қазірден бастап, енді кештен кеш жақсы дейді ғой, қазірден бастап қолға алсақ, мүмкін біз Алашты тануға, Алаштың идеясын тануға, ұлы тұлғаларымызды тануға, Алаш зиялыларын тануға өзіміздің өлшеусіз үлесімізді қосатын шығармыз. Енді Ахмет Байтұрсынның ұлының біз білмейтін әлі зерттелмеген қандай еңбектері бар? Енді Ахмет Байтұрсын ұлының еңбектері, мысалға қарасаңыздар, мынау көптеген ғалымдардың, мысалға Айгүл Исмақова сияқты сол салаға өздерінің өмірлерін арнаған ғалымдар бар. Мысалға Райхан Сақыбекқызы деген сияқты Ахметті
Байтұрсынұлы музейін мысалға 20 жылдан артық мысалға уақыт бойы өзі басқарып келе жатқан, мысалға қарасаңыз, Райхан Сахыбекқызының мысалға қарап отырсаңыз, Ахметке деген сүйіспеншілігінің арқасында ол бір тиын алмай мысалға сол мысалға жұмысты өзі атқара берді, қарап отырсаңыз. Осындай міне патриоттық сезімдерінің арқасында адамдардың ұлы тұлғаларымыз жарқырап шыға бермек. Ал енді жаңағындай мәселелер өте үлкен сұрақтар көтеріп отырсыз. Әлі күнге дейін біздегі Ахмет Байтұрсынұлына байланысты архив құжаттары толық біз Ахмет Байтұрсынұлының мынау өмірін жаңағы біз бір ғана кезеңін айтып отырмыз ғой. Мысалы қарасаңыз, Қарқаралы кезеңі. Сол сияқты Қарқаралы кезеңі сияқты ол кісінің мынау басқа да жерлерде Қостанай атырабында мысал қарасаңыздар, одан да басқа да жерлерде мұғалімдік қызмет атқарған жерлері бар. Орынбор кезеңі бар, қарап отырсаңыз, ол кісінің Алматы мысал қарап отырсаңыз, ол кісінің кезеңдері, сондай кезеңдерінің барлық толық архив құжаттары менен дәлелденіп, осы кезеңдерде осындай қаншама айда, қай күні деген сияқты әлі архив құжаттары бізде толық зерттелген жоқ. Сондықтан да міне шығарып жатқан, жаңағы шығарылған 6 томдық болсын, енді шығатын 12 томдықтар болсын, 10 томдықтар болсын, олар жас ұрпақтың осындай зерттеушілерге арналып, дайындалып, жасалып жатқан игілікті біздің руханиятымыз үшін қосылатын үлкен еңбек деп біз білеміз. Енді ахан армандаған ел ол қандай ел? Енді Ахмет Байтұрсынұлының армандаған елі ол ең бастысы Алаштың арманы ғой. Ал Алаштың арманы ол не еді? Ол ең бастысы тәуелсіздік болатын, Тәуелсіз елде ең бастысы өздерінің Алаш партиясын құрған кезінде де, ол кісі қазақ газетін жаңағы ұйымдастырған кезеңде де, мысалға қарасаңыз, ол кісілердің айтқаны бар мысалға. Алаш партиясына байланысты айтқан сөзінде қазақ газетінде жарияланған, ол 1917 жылы сол кезеңде айтады. Алаш партиясына мүше болатын адам дейді. Мен өз сөзіммен айтып отырмын, әрине, ол кісілердің сөздері енді сұмдық ол жерде. Мынау қулық сұмдықтан ада болу керек. Ол кісі өзінің Алаш партиясының программасынан қайтпайтын адам болу керек. Қарап отырсаңыз, ол кісі сол жаңағындай мынау қазіргі таңда мынау өзінің жақын туыстарын тартпайтын, бүйрегі бұрмайтын адам болу керек. Сонда ғана сіз Алаш партиясының мүшесі қатарына кіре аласыз деп өздері айтып өткен екен. Көріп отырсыз ба? Ал қазіргі таңдағы мысалға біздің ауруларымызды, тәуелсіз елде біз өмір сүріп жатқан ауруларымызды дөп басып сол 1901 ғасыр бұрын айтып кеткен бұл кісілер. Қазіргі таңдағы мысалға ұрушылдық, мысалға жершілдік, мысал қарасаңыз, одан кейін жемқорлықтың өзін мысал қарасаңыз, ол кісілер сол 20 ғасырдың басында айтып кеткен. Сондай жемқорлықтан таза, ұрушылдықтан ада, жершілдіктен ада, қарап отырсаңыз, елінің гүлденген тәуелсіз елді олар аңсады. Ахметтер, қарап отырсаңыз. Осындай елде өмір сүргісі келді. Ал біз қазір сол Ахмет аманатына берік бола алып отырмыз ба? Көріп отырсыз ба? Осы мәселе бізді толғандыру керек. Алаш зиялылар аңсаған аманатқа біз берікпіз ба қазіргі таңда, мысалға? Сіздің айтып отқаныңыз. Қанша жерден тәуелсіз болсақ та. Сондықтан осы мәселені әр жан өзіне қою керек. Әр жан өзіне қою керек та, өзінің істеп жүрген әр саласында өзі жетік маман ретінде және осы айтылғандар, жаңағы жоғарыда айтылғандарды өзінен асырып тастау керек деп біз білеміз. Сонда ғана біздің еліміз дамыған бір көшпелі, дамыған бір мықты елдің қатарында болады деп біз санаймыз. Тіл мәселесі де өте өзекті ғой. Енді тіл мәселесі ол расымен өте өзекті. Біз тілдер күні 5 қыркүйекте тілдер күні деп тойлаймыз. Тілдер күні дейміз. Қарап отырсаңыз, біздің өз конституциямызда мысал қарап отырсаңыз, қалай жазылған? Бізде қазақ тілі біздің ана тіліміз, мысалға мемлекеттік тіл деп жазылғанда да, екіншісі одан кейін келеді да орыс тіліне көшеміз. Ал енді сонда тілдер күні дегенімізде бізде сонда Қазақстан Республикасы болып тұрып, біз сонда барлық тілдердің күнін тойлауымыз керек па сонда? Мысалға, өзбек ұлтының тілі, мысалға айтып отырмын, басқа ұлттардың тілін бәрін тойлауымыз керек па сол күні сонда?
қарап отырсаңыз. Тағы да бір міне мысалға кемшін тұстарымыз мысалға. Енді сондықтан тіл дегеніміз бұл қазақ халқы тұрған кезде ең бастысы тіліміз біздің сөнбейді, өшпейді. Бірақ біз соны қазақ тілінің мәртебесін көтеру жолында қызмет етуіміз керек. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру жолында. Мысалы қарақтың қазақ деген сөздің өзін бізге 1913 жылы қайтарған кім еді? Қазақ газетін шығарып Ахмет Байтұрсынұлы Алаш зиялылары болатын. Қазақ деген сөзді көріп отырсыз ба? Біздегі қазақ тілі деп отырмыз ғой біз. Ал енді тіл деген кезімізде біздің осы бізбен сіздің сөйлесіп отырған тіліміз Ахметтің салып кеткені ғой, мысалға қарасаңыз. Ахметтің мысалға осы тілге қосқан үлесі, мысалға қарасаңыз, өзінің еңбектері арқасында тілге қосқан үлесі ол ұшан теңіз. Сондықтан да біз осындай ұлы тұлғаларымызға әрқашанда біз мақтанышпен, ол кісілерге зор құрметпен қарап, оларды жас ұрпаққа насихаттай беруіміз керек. Енді алдағы жоспармен бөлісе кетсеңіз, осы Ахмет Байтұрсыновқа байланысты қандай да бір жобалар іске асырыла ма, немесе университет қабырғасында болсын? Тамаша сұрақ. Бізде өзі академик Евгений Арыстанов Бөкетов атындағы университеті жыл сайын жоғарғы оқу орны ішілік гранттар ұйымдастырады. Гранттар ұйымдастырады да, сол гранттарды ғалымдарға береді. Сол гранттардың бірі біздегі Нұрсахан Ахметовна, алаштанушы белгілі ғалымның ұсынған гранты болатын. Сол грантты жеңіп алды университеттің ішінде Нұрсахан Ахметовна. Сол гранттың аясында ол грант Ахмет Байтұрсынұлы азаттық қозғалыстың рухани көсемі деп аталады. Сол гранттың аясында біз Қарқаралыға барып отырмыз. Жастардың бәрін апарып отырмыз. Университет басшылығы қолдап осындай істерді, ұлағатты істерді бізге істеуге ғалымдарға мүмкіншілік беріп отыр. Қарап отырсаңыз. Сонда бұл жерде тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы енді болашақта біз осы гранттың аясында үлкен бір іс-шара өткіземіз, рухани іс-шара конференция жоспарлап отырмыз, халықаралық конференция. Осы Ахмет Байтұрсынұлына байланысты оның ақпараттық хаты бәрі таралып, барлық елдерге, өзіміздің ғалымдарға бәріне таратылған болатын. Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерге таратып салдық біз. Сондықтан осыған енді осы конференция аясында бір үлкен өзекті мәселелер талқыланады университет қабырғасында деп біз ойлаймыз. Қай күнге жоспарланып отыр? Бұл қазан айының 29-ы, енді өтірік айтпасам, сол күнге негізі жоспарлап отырмыз қазан айында. Енді жан-жақтан онлайн, Zoom арқылы қосыла ма? Ол конференция негізінен онлайн, офлайн режимінде деп біз айтып отырмыз. Сондықтан енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазіргі таңда біз онлайнға да біраз үйреніп қалдық. Сондықтан онлайн, офлайн режимінде деп жоспарлап отырмыз. Барлық Ахмет танушыларды, барлық осы зерттеушілерді біз осы конференциямызға сіздердің телевиденияларыңыз пайдалана отырып шақырамыз. Келіп қатысыңыздар. Енді студенттердің дипломдық жұмыстарына келетін болсақ, жалпы Ахметті зерттеушілер бар ма? Осы дипломдық жұмыс қорғаған, Ахметті әр қарай зерттеймін, білемін, танимын деген жастар. Бізде өзі жастар бар, расымен де. Және университет қабырғасында бізде жас алаш ғылыми зерттеу клубы жұмыс атқарады. Университет қабырғасында тарих факультетінде бізде оның жетекшісі мен өзіммін. Қарап отырсаңыз, сол жас алаш клубында, мысалы қарасаңыз, жастар осы алашты тануға деген құлшыныстары зор екендігін мен көріп келе жатырмын, өтірік емес. Сондықтан осы біз Нұрсахан Ахметовна және Ләззат Қасымқызы деген сияқты белгілі ғалымдардың жетекшілігіменен дипломдық жұмыстар қорғалып жатады. Көптеген енді жыл сайын қорғалады ғой дипломдық жұмыстар, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын қорғалып жатады көптеген мысалға. Ал енді оны мысалға бала ары қарай өзі зерттеп оны әкетті ме, оны әкеткен жоқ па, ол кісі мүмкін өзінің қызметінде пайдаланды ма, пайдаланған жоқ па, мен ол жағын енді айта алмаймын, расымен де. Ең бастысы бірақ дипломдық жұмыстар Ахмет Байтұрсынұлына тек қана дипломдық жұмыстар емес, магистрлық та жұмыстар қорғалып жатады. Мысалы қарасаңыз. Сондықтан Ахмет Байтұрсынұлына байланысты, осы алаш зиялыларына байланысты, беймәлім алаш тұлғаларына байланысты көптеген енді дипломдық болсын,
магистрлық болсын, курстық жұмыстардың өзі қорғалып жазылып жатады. Енді Ахметтің есімін мәңгі есте қалдыру үшін тағы қандай ұсыныс айтар едіңіз? Енді Ахметтің есімін ұлықтау ол әр қазаққа парыз. Әр қазаққа парыз, өйткені Ахметті тану арқылы сіз өзіңізді танисыз. Өзіңізді тану арқылы сіз еліңіздің көркеюіне үлес қосасыз. Сондықтан да біз жаңа ең бастысы айтқандай, білім күні ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынды ұлықтайықшы. Ең бастысы біздің қазіргі таңдағы ұсынысымыз да болсын, және сіз айтпақшы, өзіңіз айтпақшы, сол деп санаймыз өзіміз. Енді Әділет Бауыржанұлы, уақытыңызды бөліп студияға келіп сұрақтарыма жауап бергеніңізге рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға тек табыс тілеймін. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.